Саламатсыздарбы құрметті оқушылар. Біз бүгін зат мөлшері, моль, авогадро саны деген тақырыптың соңындағы есептерді шығарамыз. Бірінші есеп. Стаканға 1,5 моль қант сыяды. Стакандағы қанттың молекула санын анықтаңдар. Моль саны n қант тең 1,5 моль. Осы жердегі молекула санын анықтауымыз керек. Формула: зат мөлшері тең болады молекула саны бөлінген авогадро тұрақтысы. Авогадро тұрақтысын білеміз, ол 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең. Осы жерден молекула саны тең болады зат мөлшері көбейтілген авогадро тұрақтысы. Яғни 1,5-ті көбейтеміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі молекулаға. Одан бізде 9,3 көбейтілген 10-23 дәрежесі деген мән шығады. Екінші есеп. Ауа шарында шамамен 0,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі молекула азот болады. Азоттың зат мөлшерін есептеңдер. Яғни бұл жерде молекула саны азот тең 0,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Біз осы азоттың зат мөлшерін есептеуіміз керек. Формула: зат мөлшері тең болады молекула саны бөлінген авогадро тұрақтысы. Ары қарай мәнін қойып кетеміз. 0,9 көбейтілген 10-23 дәрежесі бөлінген 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. 10-23 дәрежелер қысқарады. Енді осы жерде 0,9-ды 6,2-ге бөлетін болсақ, шамамен 0,149 моль шығады екен. Келесі, мына үшінші есептің мәнінде 3,1 және 12,4 деген мәндер шыққан екен. Бірақ мен онымен келіспеймін, өйткені CO2 бұл көмірқышқыл газы, бір молекула. Оның зат мөлшері 0,5 мольге тең. Оның құрамында 2 атом оттек бар, яғни оттек 2. Сәйкесінше осы 2-ні мына зат мөлшеріне көбейтеміз. 2 атом көбейтілген 0,5 моль. Бұдан бізде 1 моль шығады. Енді формула қараймыз. Зат мөлшері тең болады n бөлінген na, яғни молекула саны бөлінген авогадро тұрақтысы. Осы жерде молекула санын табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз авогадро тұрақтысына. Яғни 1 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Бұдан 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінің өзі шығады. Дәл сол сияқты мына жерде 2 моль болса, мына жерде 2 атомға көбейтеміз 2 мольді. Одан бізде 4 моль шығады. Егер мына жерде 4 көбейтілген авогадро тұрақтысы дейтін болсақ, яғни 4 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі дейсек, 24,8 көбейтілген 10-23 дәрежесі деген мән шығады. Келесі, берілген қосылыстардың 1 молінде әр химиялық элементтің зат мөлшері қанша екенін есептеңдер. Енді бұл жерде былай қараймыз. Хлор 2 индексімен жазылады, яғни атомдық массасы 35,5, демек 71 грамм бөлінген моль болады. Бұл 1 моль берсе, бір атомы 35,5 грамм бөлінген моль неше мольді береді?
Демек, x табу үшін біз 35,5-ті бөлеміз 71-ге. Мына жерде көбейту 1. Бұл 0,5 мольді береді. Екінші әде H2SO4 бұл 98 грамм бөлінген моль. Осы 98 грамм бөлінген мольді біз 1 моль ретінде қарастырсақ, оның құрамында бірінші сутекті алайық. 2 грамм бөлінген моль X болсын. Бірден жазып кетейік. Мына жерге 32 грамм бөлінген моль күрттікі, бұл Y болсын. Оттек 16-ға дейін, бұл жерде 4 оттек бар. Демек, 64 грамм бөлінген моль Z моль болсын. Бұл жерден X-ті табу үшін біз 2-ні 1-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз. 2-ні 98-ге бөлетін болсақ, шамамен 0,2 моль шығады екен. Y-ті табу үшін біз 32-ні 1-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз. 32 бөлінген 98. Бұдан жуық шамамен 0,132 моль шығады екен. Z-ті табу үшін, яғни 64 моль табу үшін 64-ті 1-ге көбейтіп 98-ге бөлеміз. Яғни 64-ті бөлеміз 98-ге. Бұдан жуық шамамен 0,165 моль шығады екен. Және бұл нұсқасындағы феррум 2O3, яғни темір 3 валентті оксиді, бұл жерде 160 грамм бөлінген моль болады. Темір 56, 2 өйтен 312. Оттек 16, 3-ге өйтеміз 48, 1-ге қосатын болсақ 160 болады. Осының өзін 1 моль деп алсақ, темір 112 грамм бөлінген моль, X моль болсын. Ал оттек 48 грамм бөлінген моль. Бұны біз Y моль деп аламыз. Осы жерден X табу үшін біз 112-ні көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 160-ға. 112-ні бөлеміз 160-ға. Бұдан 0,7 моль шығады. Ал Y табу үшін 48-ді көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 160-ға. 48 бөлінген 160. 0,3 моль шығады екен. Келесі, мына 5-ші есепте де біздің шығару жолымыз кітаптағы жауаппен мүлдем сәйкес келмейді. Өйткені мына салмақты не үшін беріп қойғаны түсініксіз болып тұр. Есептің берілгені. Бұл жерде масса берілген. Масса тең дейікші. Тең 55 килограмм. Не үшін берілгені мен түсінбей тұрмын. Атом көміртек, яғни N көміртек тең 5 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі атом. Осы жерден осы көміртектің зат мөлшерін есептеу керек. Егер мына жердегі салмақты не үшін беріп қойғаны түсінікті болса, комментарийге жазып кетсеңдер. Формула зат мөлшері тең болады N бөлінген NA. Яғни 5 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі бөлінген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Мына жерде 26 болу керек. Сонда 5-ті 6,2-ге бөлетін болсақ, 0,83 шығады. Мына жерде 10-ның 26 дәрежесінен 23 дәрежесін азайтамыз. Сонда 3 дәрежесі болады.
Сәйкесінше 0,83 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Бұл кезде өтерді оң жаққа қарай 3 рет жылжытамыз. Одан 830 моль деген жауап шығады. Келесі соңғы есеп. Тыныштықта бір рет тыныстаған жасөспірімнің өкпесіне шамамен 300 мл. Онда 0,1026 моль оттек бар ауа кіреді. Осы оттектің 22% өкпеге сіңіріліп, қалғаны сыртқа шығады. Бір рет тыныстағанда жасөспірім қанша молекула оттекті жұтады? Неше молекула оттек өкпеге сіңірілмейді? Енді бұл жерде 300 мл ауаның құрамындағы оттектің молін беріп қойған. Яғни осы 0,1026 мольді біз 100% деп есептейміз. Оның 22% өкпеге сіңірілген. Яғни 22%-ын есептеуіміз керек. X моль. Бұдан X-ті табу үшін 0,1026-ны көбейтеміз. 22-ге бөлеміз 100-ге. Бұдан 0,1026 көбейту 22 бөлінген 100. 0,00572 моль деген мән шығады екен. Осы жерде мына мәнін былай алсақ, 5,72 деп алсақ, бұл 10-ның минус дәрежесі болады. Яғни 1, 2, 3, 4. Минус 4 дәрежесі болады екен. Енді осы жерде неше молекула өкпеге сіңірілмейді? Осы сіңірілген зат мөлшерін біз былай қараймыз. 5,172 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі тең болады X. Жерде Y деп алайық. Неше молекула екені белгісіз. 6,102 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Осы жерден Y табу үшін 5,172-ні көбейтеміз. Жерде 10-ның дәрежесін қазір бөлек жасамыз. 6,102 көбейтілген 10-ның жерде 23 дәрежесі болса, мына жерде минус 4 бар. Демек, бұл жерде 10-ның 19 дәрежесі қалады. Енді 5,172-ні көбейтеміз 6,102-ге. Бұдан 34,43 деген мән шығады екен. Немесе 3,443 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі. Жерде 19-ның орнына 20 дәрежесі ретінде алсақ болады. Осымен бүгінгі есепті шығару сабағын аяқтаймыз. Егер қандай да бір жерде менің қателігім болса, комментарийге жазып кет.